Сарғайған сары күз келіп итмұрын жемісі де пісіп тұр. Осы қарапайым итмұрынның қандай емдік қасиеті барын білесіз бе? Ендеше біздің кеңеске құлақ түріңіз. Итмұрын деп раушан гүлдер тұқымдасына жататын жапырақ тастайтын бұта не шырмау өсімдіктердің жемісін атайды. Итмұрынның ерекшелігі бағалы дәрумендерге бай, жемісі және одан дайындалған дәрі-дәрмектер медицинада негізінен асқазан және бауыр ауруларын емдеуге қолданылады. Гүлдерін шайдың орнына пайдалануға да болады. Ем болатын аурулары төмендегідей. Біріншіден, шауқаттың тоқтамауына, шыжыңға, несептің дамыл-дамыл келуіне, созылмалы іш өтуге, ақкір көп келуге, өздігінен терлеуге, түнде суық тер шығуға, бел-аяқ ауырғанда итмұрын жемісінен 10-15 грамды суға қайнатып ішеді. Екіншіден, жығылып жарақаттануға, бел-аяқ шағып ауруға, созылмалы іш өтуге, жөтелге, итмұрын тамырынан 15 грамм немесе 50 грамды суға қайнатып ішеді. Үшіншіден, шиқан шыққанда, итмұрын тамырынан лайықты мөлшерде алып жаншып жараға жағады. Қолдану мөлшері, жемісінен 4-10 грамм арасында алып, тамырынан 25-50 грамм қосып пайдаланады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған құнды мәліметтер. Біздің каналға тіркелсеңіз үнемі осындай пайдалы кеңестер тыңдай аласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, ардақты ағайын, ең бастысы, ауырмаңыздар.